Қайырлы күн, құрметті студенттер. Сіздерді бүгінгі сабақта көргеніме өте қуаныштымын. Енді бүгін біз сіздермен Лира Қоныстың тиын әңгімесін өтеміз. Бұл автор бізге таныс емес, яғни осы уақытқа дейін біз қазіргі заман әдебиетінің жазушыларымен танысқан болатынбыз. Сол жазушылардың бірі Лира Қоныс. Сіздерге тиын әңгімесінің мәтінін, яғни толық нұсқасын үйден оқып берілді. Қазіргі сабақта біз осы тиын әңгімесіне байланысты жалпы алғы тапсырманы орындайтын боламыз. Енді ең бірінші өзіміздің тобымыздың арамыздағы психологиялық ахуалды жақсарту үшін орнымыздан тұрып бір сергіту сәтін жасауларыңызды өтінемін. Енді сіздердің назарларыңызға қазір фотода әртүрлі ұлт өкілдерінің бір-бірімен амандасқан фотосы көрсетіледі. Бір-біріміздің қасымыздағы топтастарымызда тура осы фотодағыдай амандасып, құшақтап, қолымызды беріп қайталаймыз. Фотоны енді бірінші фотоны байқағанымызда Қытай халық ұлтының бір-біріне қол беріп еліп амандасуы, бәріміз бір қасымыздағы адаммен еліп амандасамыз. Мазмұнын түсінесіздер, сонымен қатар сол шығарма желісі бойынша әлеуметтік мәселені анықтайсыздар. Бұл бірінші мақсатымыз. Ал екінші мақсатымыз осы көркем шығармаға композициялық және көркемдік талдау жұмыстарын жүргізетін боласыздар. Сонымен қатар студенттер сіздерге бағалау парақтары беріледі. Әр топтан бір топ басшысы осы параққа өздерінің топ мүшелерін, сонымен қатар әр тапсырма сайын бағалап отырады. Бірінші топ басшысы міне Гүлфайрус, сіз топ мүшелерінің атын жазып, оған бал қойып отырасыз. Дискриптер алдарыңыздағы жұмыс дәптеріне берілген. Топ басшысы Санжар, сіз әр топ мүшесіне баға қойып отырасыз. Ең бірінші тапсырма ол бізде осы автор туралы кестені толтырасыздар. Бұл кестеде көріп тұрғандарыңыздар Лира Қоныс қай өңірде туып өсті, басқа қандай шығармалары бар, сонымен қатар жалпы Лира Қоныстың шығармаларының тақырыбы қандай деген сұраққа жауап бересіздер. Яғни тақтадағы тапсырмалардың жауаптарын беру үшін бірінші топтан бізде әдейі шықты тақтаға. Жазушы қай өңірде туып өсті? Жазушы 1981 жылы Ордабасы өңірінде дүниеге келген. Жазушының ақылар сөйлемай шаттық өлеңдері бар. Келесі екінші тапсырма, сіздер осы Лира Қоныс тиын шығармасының паспортын әзірлейсіздер, яғни шығарма паспортында әңгіменің мазмұнын ашатын 3 тірек сөзді тауып жазасыздар. Екінші, осы әңгімедегі оқиға желісі бойынша жоспар құрастырасыздар. Үшіншісі, шығармада қандай мәселе көтерілді, соған жауап бересіздер. Ал төртіншісі, осы Лира Қоныс тиын әңгімесіне қатысты қандай мақал мәтелдерді таба аласыздар, осының барлығын осы шығарма паспортына жазатын боласыздар. Екінші тапсырма бойынша бірінші топтың жауабын естісек, яғни топ басшысы Гүлфайрус, бастасаңыз болады. Шығармада қандай әлеуметтік мәселе көтерілді? Шығармада жетім балалардың қоғамнан бөліну және олардың жастарына қарамай ерте еңбекке салып кетуі көтерілді. Енді бірінші топ, яғни Гүлфайрус сізге сұрақ, жетім балалардың қоғамнан бөлінуі деген проблеманы неліктен алдыңыз, оны шығарманың қай тұсынан көрдіңіз? Себебі жетім балалардың қоғамнан бөліну, яғни ол өз ортасынан да ерте өз ортасынан бөлініп, оларға бөліну жасау, олар қазіргі таңда үйреншікті жағдай, яғни көзге көрініп жатқан жағдай. Сонымен қатар олардың өзінің жасынан ерте ауыр еңбекке салынып кету, олардың ата-анасын іздеуі, немесе өздерін жетілдіріп бағуы. Себебі олардың ешкімдігі жоқ болғандықтан, осылай тиын тебен жинауға өздеріне зиян келтіріп алуы мүмкін. Жақсы, рахмет. Енді келесі әңгіменің мазмұнын ашатын 3 тірек сөз, олар қайғы, үміт және де қамқорлық. Әңгімедегі оқиға желісі бойынша жоспар құрастырыңыз. Бірінші, баланың және де отбасының тағдыры, қиындықпен күрес, үміт пен сенім және де оқиғаның қорытындысы. Неліктен сіз біріншісіне баламен кімнің қиын тағдыры дедіңіз? Отбасының қиын тағдыры. Яғни осыны кішкене ашып жеткізсеңіз, бала қалай әке-шешесінен айырылады, оның әкесі қайтыс болған немесе анасы тастап кете ма? Толық ақпарат берсеңіз. Баланың әкесі қайтыс болады және де
бала өз әкесін көру үшін оған тиын жинайды, жұмыс істейді. Яғни әкесі қайтыс болғаннан кейін оның туған анасы тастап кетеді, сөйтіп ол атасының қолында қалады. Яғни біз шығарманың басында 1-5 жасар баланың жетім қалуынан басталғанын көреміз. Енді келесі тапсырма сіздерге мен қазір мәтін үзінділерін беретін боламын. Осы Лира Қоныс тиын әңгімесінен алынған үзіндіге қарап отырып сіздер комикс жасайсыздар. Яғни комикс дегеніміз не, кім біледі? Сурет. Яғни шығарманың сурет түрінде оқырмандарға берілуі. Яғни сіздерге қазір мәтін үзінділері берілген кезде сіздер баланың, оның атасының, оның әкесінің суретін сала отырып, қандай сөздер айтып, шығарма желісі бойынша қысқаша сурет салып шығатын боласыздар. Ол үшін сіздерге көмектеседі жасанды интеллект орнатылған ChatGPT. Барлығымыз білеміз, ChatGPT бәріміз қолданамыз. Енді алдарыңыздағы ноутқа қарап, ChatGPT-ға мен жіберген мәтін үзіндісін саламыз да комик жасаймыз. Сіздерге берілетін уақыт 10 минут. Енді сіздер комик жасадыңыздар, ең бірінші топ, яғни бақыт азаматтың жауабын естісек, сіздер бұл суретте қандай оқиғаның мазмұнын бейнеледіңіздер? Бізде бірінші суретте баланың әкесі қайтыс болғаны белгіленіп тұр. Яғни бұл жерде бала өзінің әкесінің қайда кеткенін білмей тұр да, атасы бұл кезде әкесінің жұмаққа кетіп қалғанын айтып тұр. Бала оны түсінбей тұр. Екіншінде жұбайы қайтыс болғаннан кейін әйел баласын атасының қолына тапсырып, атасына осы баланы тәрбиелегенін істеп, баласынан жыраққа кетіп қалып тұр. Бұл жақта анасының мен баласының екеуінің қоштасып жатқаны белгіленіп тұр. Анасы кеткен кезде баласы анасынан сөйлесіп білмей, өзінің ойы бойынша анасынан тастап кетті деп отыр. Дұрыс, жалпы бұл жерде оқиғаның бас бейнеленген бе, ортасы? Бас бейнеленген. Басы. Ең басында бізде баланың жетім қалуы бейнеленген, Бізге берген өзінің бойынша біз комик жасадық. Бұл комикста баланың естіп қалады, жыланның терісі өте қымбат тұратын, және де бұл бала жыланның терісін таққысы келіп, ақша жасағысы келеді. Ақша жасағысы келген кезде жылан оны шағып алады. Және де шағып алған кезде ол атасына айтпай алып жүре береді. 2 күн алып жүрген кезде қатты ауырып кетеді, және де ол атасына айтады. Атасына айтқан кезде мен қатты ауырып тұрмын, дәрігер шақырайыншы деп айтады. Құрметті студенттер, осы 3-ші тапсырманы орындау барысында өзімізге бір жаңа тәжірибе енгізе алдық, жаңа нәрсе үйрене алдық деп ойлаймын. Яғни ол комикс жасау, жасанды интеллект арқылы. Бұл процесс сендерге қызық болды ма? Иә. Құрметті студенттер, келесі 4-ші тапсырмаға көшеміз. 4-ші тапсырма бағана сабақтың мақсатында айтып кеткенде, осы шығармаға толықтай талдау жасайтын боласыздар. Бізде ең бірінші топ композициялық талдау жасайды. Бұл композициялық талдаудың реттілігі сендерге көмек ретінде осы парақта жазылған, осы параққа толтырып дәптерлерде толық жазып алулары керек. Енді бізде екінші топ, сіздер осы шығармадағы кейіпкерлерге талдау жасайсыздар. Яғни кейіпкердің есімі, нақты есімі жоқ болса, бала немесе оның атасы жазасыздар да, ол кейіпкерге қысқаша мінездеме бересіздер. Сонымен қатар сол кейіпкердің арманы қандай болды? Мысалы бізде баланың арманын білесіздер, соның барлығын толықтырып осы қағазға жазамыз. Сонымен қатар осы әр тапсырма сайын топбасшылар бағалауды ұмытпаймыз. Бала сонда өз ақшасын және атасынан сұрап алып, одан кейін өз соңында өліп и ойлайды ол бала өліп. Енді құрметті студенттер, біздің 5-ші тапсырмамыз сіздерге осы әдеби шығарманы жан-жақты талдау тапсырмалары берілген болатын. Ең бірінші топқа бізде композициялық талдау берілді. Оны бізде қорғайтын тоқтасын азамат, бастай берсеңіз болады. Оқиғаның басталуы ол бізде әкесінің қайтыс болуынан басталады. Оқиғаның байланысы ол бізде анасы оны баласын жетім қылып тастап кетуі. Оқиғаның дамуы ол атасынан қайтадан ақша керек деген естіп қалуы. Оқиғаның шарықтау шегі ол өзін басқа балалар балмұздақ, сағыз алып жүрсе, ол өзін содан тыю. Оқиғаның шегенің түсуі оны ол ақша табамын деп жанының шағып алуы. Оқиғаның шешімі болса, ол бізде баланың артында қайтыс болуы. Бірақ ол оны біз білмейді. Енді сізге сұрағым келгені, оқиғаның шешімі сіз баланың қайтыс болуы дедіңіз. Сол кезде бала қандай күйде болды, сонымен қатар қасындағы жақындары, яғни бізде атасы ғой, атасы қандай күй кешті. Сонымен қатар баланың қиялында өзінің өлімін білмейді дедіңіз, қайтыс болғанын. Ол қалай сезінді сол сәтті? Қалай ойлады? Ол жылан шағылғаннан кейін, ол есін жинағаннан кейін, аузын сезіп тұрса да, ол менде ақша жиналды, 2 қайықшыға жетеді деген оймен атасынан тиын сұрады. Атасы бірақ ол өзінің немересін жібергісі келмеді, тиынды бермей болды, бірақ қасындағы молда айтты. Уже оны жібер, болды, оны біз алып қала алмаймыз. Атасын сол кезде кешкен күйеу, атасы ойлады, болды мен бәрінен де әріп қалам ба осы тірі кезінде деп. Бәріменен бірінші қайыс болып кетемін, кетіп қалама деген оймен болды. Сонымен қатар бала өзінің қиялында әкесіне барам деп ойлады, ол қуанды. Бірақ жан-жағында адамдардың барлығы қайғырса, ол мен өз туған әкемді көремін, қайықшаға ақша жинадым деп, өзінің қайтыс болғанын білмей, осы өмірден озып кете барды, иә? Сізге бәрі түсінікті, иә? Енді құрметті студенттер, біз бірінші топтың композиция талдауын көрдік. Енді екінші топ сіздерге осы шығармадағы кейіпкерлерге талдау тапсырмасы берілген болатын. Енді бұл кейіпкерлерге сіздер қалай талдадыңыздар? Экранда көріп тұрғандарыңызда ең бірінші есімін жазып, одан кейін сол кейіпкерге мінездеме бердіңіздер. Ал үшіншісі кестеде кейіпкердің сол арманы мен тілегі қандай деген сұраққа жауап бердіңіздер. Енді Абдулмансұр, сіз қанша кейіпкер таптыңыз және қандай қысқаша сипаттама бердіңіз? Айта берсеңіз болады. Біз 2 кейіпкер таптық. Біріншісі бұл бала. Кейіпкердің қысқаша мінездемі ол
баланың армандары өте көп. Бұл еңбекқор, тіл алғыш және де жауапкершілігі бар адам. Екіншісі бұл ата. Атамыз еңбекқор, намазын қаза қылмайтын сабырлы қария. Ата қамқор, мейірімді жан. Бағана сіз Мансұр өзіңіз осы кейіпкерлерге сипаттама берген кезде баланың еңбекқор деп қысқаша мінездеме бердіңіз. Баланың еңбекқор екенін шығарманың қай тұсынан көре алдыңыз? Жауап берсеңіз. Бала өз әкесін көру үшін кез келген жұмысқа келіспейді. Яғни бізде жыланның терісін алуға дейін ол барғысы келеді, тек қана ақша тапсам деген оймен кез келген жұмысты істегісі келеді. Сосын сіз бағана айтып кеттіңіз, атасының мейірімділігі дедіңіз. Мейірімділігін қай тұстан көрдіңіз? Ол балаға көмектесіп, әрдайым қасында жүрген. Ең соңғы тапсырма, 6-шы тапсырма, шындық немесе жалған әдіс арқылы орындайтын боламыз. Яғни сіздерге қазір осы шығармада болған 16 оқиға, яғни 16 факт беріледі. Сіздер осы оқиға шындық па немесе жалған ба екенін анықтау керексіздер. Ол үшін сіздерге мынандай карточка берілетін болады. Шындық немесе жалған деп жазылған. Осыны сіздер дұрыс қою арқылы шығарманы толық аяқтап қорытындысын жасайтын екенсіздер. Енді бірінші міне мынау сіздерге берілетін карточкалар, жұмысқа кірісе берсеңіздер болады. Қай оқиға шындық немесе жалғанға жататынын анықтаңыздар. Енді бірінші сұрақтар аушар, солай кезекпен оқысаңыздар. Ең біріншісі. 5 жасар бала әкесін жерлеп, оны қатысаңы тұйықтап кетті, ол жалған. Дұрыс. Екінші. Баласының апасы анасы күйеуінің асын күтпестен басқа біреумен кетіп қалды. Бұл бізде шындық. Үшінші. Апасы кетерде баланы өзімен бірге алып кетпеді, атасына қалдырды. Бұл бізде шындық. Дұрыс. Атасы баласын жұбату үшін ол дүниеге қайықшымен өтетінін айтты. Бұл шындық. Жалпы Гүлфайрус, сіздер 16 фактке шындық немесе жалған деп жауап бердіңіз. Енді қанша факт шындық болды, қанша факт жалған болды? Шамамен санап көрсеңіз. Бұл жерде бізде 5 факт жалған, ал қалғандардың барлығы шындық. Яғни 11 факт бізде шындық болса, қалған 5 факт жалған болды. Жақсы, рахмет, отыра беріңіздер. Бірінші топтың топбасшысы Гүлфайрустан сұрасақ, Гүлфайрус, сізде өзіңіздің топтағы студенттерді қалай бағаладыңыз және не себептен? Бізде бірінші тапсырмада Әлиді 90 балға, екінші өзімді 95-ке, үшінші тапсырмада Бақыт Азаматты 95 балға және төртінші тапсырмада Қасым Азаматты 90 балға бағаладым. Себебі біз осы сабақ барысында бір-бірімізбен толыққанды бірге жұмыс жасауды, осы мақсатымыз, яғни өзіміздің тобымызды жақсы алып шығу болды. Сіздің ойынша сіз жеттіңіздер мақсатқа? Жеттік. Толықтай сіздерге осы шығарма түсінікті болды, талдау жасадық. Жалпы шығарманың мазмұнын түсіне алдыңыздар ғой, Иә. Енді біз екінші топтың жауабын тыңдасақ, Жазира, сіздің тобыңыздағы студенттер қалай жұмыс істеді? Мақсатқа жете алдыңыздар ма? Мақсатқа жете алды. Марғұлан 91 балл қойдық, Әбіл Мансұрға 92, Мұхаммед Алиға 83, Санжарға 80, Айшаға 67. Енді сізге сұрақ, өзіңіз топ басшысы ретінде өзіңіздің тобыңызға көңіліңіз толды ма? Топтық жұмыс іске асты ма, қалай ойлайсыз? Иә, топтық жұмыс іске асты. Біз бәріміз талпына барлық тапсырмаларды жасадық. Жақсы, рахмет. Енді құрметті студенттер, біз сабағымыздың соңына да жеттік. Енді сабақта аяқтау үшін біз рефлексия жүргіземіз. Рефлексияны біз 3 әдісімен жүргіземіз. Яғни маған сабақтың қызық болған тұсы және де қиын болған тұсы, сонымен қатар маған сабаққа қажет түсін айтып өтсеңіздер. Енді бірінші топ, сізден Бақыт Азамат айтсаңыз, осы сұрақтарға жауап берсеңіз. Жалпы бүгінгі өткен сабақта маған қызық болған жері ол комикс жасаған маған өте қатты қызық болды. Суретті көру арқылы біз сол суретті әңгімелеу маған өте қызық болды. Екінші қиын болған жері ол қиын. Ол әкесі дүниеден өткеннен кейін бала сол әкесі үшін қолдан келгенін тиын жинау үшін бәрін істеді. Тіпті жұрттың баласы балмұздақ жеп жүрсе, сағыз жинап жүрсе, ол оның бәрінен бас тартып, соның орнына сол тиынды жинау арқылы әкесіне барғысы келді. Яғни сізге қиын болған нәрсе бас кейіпкер баланың тағдыры кішкене. арналған тапсырмалар орындаған сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Және үй тапсырмасы сіздерге осы шығарма туралы эссе жазып келу. Сіздерге бүгінгі сабаққа қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.